Сәлеметсіздер ме балалар? Отырыңдар балалар. Бүгін кім кезекші? Иә, айта ғой, Айзада. Бүгін сабақта екі бала жоқ, Аяжан және Ернияз. Балалар, көңіл күйіңіз қалай? Бүгін мен сабақты ерекше бір жылулықпен бастағым келіп тұр. Ол үшін жүрек жылуы әдісі арқылы қазір барлығымыз ортаға жиналып тұрайық. Прописка әңгімесінде Алтайдың бораны мен қаланың суықтығы Архатты қатты тоңдырды, солай ғой. Яғни Архаттың жаны да, тәні де жаурады. Бірақ біздің сыныпта ерекше бір жылулық бар. Ол үшін бір-бірімізге қазір жақсы сөздер мен тілек тілейік. Бірақ балалар, менің бір шартым бар. Қазір бір-бірімізге тілек тілеген кезде теңеу немесе метафораны қолданамыз. Мысалы, мен айтайын. Балалар, бүгінгі сабақта алған білімдерің лаулаған оттай болсын. Айзада жалғастыра ғой. Сендерге тілерім Архат сияқты таудай мықты болыңдар. Бірлігіміз тастай мықты болсын. Бүгінгі сабаққа деген ынталарың шайдай ашық болсын. Сабақта қырандай алғыр болыңдар. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Мен қойған шартым бойынша теңеу метафораны пайдалана отырып, бір-бірімізге жақсы тілектер айттық. Ендігі кезек біз қазір топқа бөлінеміз. Сендерге билет есебінде таратамын. Кез келгенін таңдап ала ғой. Архатты білеміз, иә? Прописка іздеп, сонау Алматыдан жолға шықты. Біз де Архат сияқты білім сапарына билет алайық. Бірінші топ, мына сурет кімде бар? Бұл Алтай Асқары тобы болады. Табиғатпен суреттеуге әуес жандар мына топқа жайғасады. Келесі, тарих пен кейіпкер тағдырын зерттеушілер тәуелсіздік рухы тобына жайғасады. Үшінші топ, символ мен астарлы мағынаны іздейтіндер үшінші топқа жайғасады. Балалар, егер мұқият қарайтын болсақ, біздің алдымызда жолға қажетті құжаттар жатыр. Бұл бағалау парағы. Қазір әр топқа жеке-жеке бағалау парағы бойынша әркім өзін-өз бағалап отырады. Яғни, бағалау парағында көрсетілгендей, әр кезеңде әркім өзін бағалайды, соңында 10 балл шығу қажет. Түсінікті ме? Жақсы, сабаққа кірісейік. Бүгінгі сабақтың тақырыбын және мақсатын анықтау үшін бізде Архат сияқты прописка іздеуге шығамыз. Бірақ біздің бұл пропискамыз шифрланған. Осы шифрды тапсақ, біз сабақтың мақсаты мен тақырыбын анықтайды екенбіз. Балалар, пропискада код жазылған. Осы кодты әліпбимен сәйкестендіре отырып, кәнекей шешіп көрейік. Салима, саған тапсырма. Мына жерде жеңілдетілген шифр тұр. Яғни, төмендегі суреттерге қарап, бос ұяшықтағы сұрақ белгісі тұр ғой, сол жердегі әріптерді табуың керексің. Оны мына жерге құрап жазу қажет. Таба ғой. Ребустың шешімі Архат. Иә, Архат деген сөз шыққан екен. Жақсы, тамаша, жауабын көрсетейін. Міне, дұрыс жауабы Архат. Бұл кім екен? Басты кейіпкер. Әңгіменің басты кейіпкері. Жақсы, отыра ғой. Шифрланған сөз қандай сөз екен? Айта ғой. Шифрдың жауабы көркемдік әлемі. Жақсы, дұрыс жауап берді. Енді екінші топтан кім жауап береді екен? Кәусар, айта қойшы. Екінші шифрдың жауабы троптарды. Троптарды. Жақсы, өте тамаша. Үшінші топтың жауабы кім айтады? Айта ғой, Малика. Шифрдың жауабы анықтау сөзі шықты. Анықтау. Дұрыс айтасыңдар. Сабақтың тақырыбы Асқар Алтай прописка әңгімесінің көркемдік әлемі. Яғни Асқар Алтайдың прописка әңгімесіндегі көркемдік ауыстыруларды, троптарды мәтіннен анықтап, олардың автор идеясын ашудағы маңызын алуымыз қажет екен. Дұрыс таптыңдар. Асқар Алтайдың көркемдік әлеміне тереңдемес бұрын бірінші үй тапсырмасын сұрап алайық. Иә, Айзада, сен не дайындап әкелдің? Мен темперамент тапсырмасын дайындап әкелдім. Оған мен жасанды интеллект арқылы талдау жасадым. Жақсы, көрсете қойшы. Жеминеймен талдау жасаған екен. Көрейік. Асқар Алтайдың прописка әңгімесіне Архат бейнесін талдап бер деген кезде маған мелахоник деп берді. Талдау жасаған екен, е?
біз темперамент талдауды мына кестеге салып жасайтынбыз. Мында дайын тұр сипаттамасы. Ал жиі бірден меланхолик екенін анықтап берді. Жақсы, отыра ғой. Өте Жанерке, айта қойшы. Мен үй жұмысында Асқар Алтай пропискасының сюжеттік композициялық құрылымымен жасадым. Оны мен жазбаша да және де жасанды интеллектпен де жасап көрдім. Жақсы. Соны көрсетсем болады ма? Болады, келе ғой. Жақсы. Диаграмманы жасанды интеллектпен жасаған екен. Бірінші диаграммасы білеміз, дәптерде өзіміз жасап жүрген диаграмма. Енді осыны жасанды интеллектпен жасаған екен Асқар Алтай. Сен өзің кестең қалай? Жаңа сызбаға ерекшелігін айтып бере ғой. Интеллектпен өзінің жасағаны мүлдем әртүрлі болған. Иә. Яғни сенікі жоғары деңгейде жоғары балл қойып отырсың, амында керісінше төмендеуге бар екен, иә? Яғни арқаттың көңірі қайтып барады. Төменге керісінше құлдилап барады екен. Жақсы, отыра ғой, тамаша. Бұл да бір жетістік. Келесі, мына топта Айерке жауап бере ғой. Қандай талдау жасадың? Мен Асқар Алтайдың прописка шығармасына тану карта талдауын жасаған. Тану картасы талдау, иә. Бұл шығарманың атауы прописка, тарихы 1963 жылы шыққан. Мұндағы образ ол Архат. Жақсы, тамаша. Ал сюжеттік композициялық құрылымды жаңа Жанерке айтып кетті, фабуласы бойынша. Ал соңғы біздің тіл байлығы және әдебиет теориялық ұғымдары бойынша міне бүгінгі сабаққа кіріскелі отырмыз. Балалар, үй тапсырмасын бағалап жіберейік. Прописка әңгімесінің мазмұны бойынша сұрақтарға нақты жауап бердік пе? Жауап берсек, 1 балл қоямыз. Басты кейіпкер Архаттың образына талдау жасасақ, 1 балл. Сонымен қатар сюжеттік композициялық құрылымына кім талдау жасады? Балл қойып кетеміз. Жақсы. Бағалап болдық па? Жаңа тақырыпқа көшейік. Бізде көркемдік әлеміне талдау бойынша 3 топқа 3 түрлі тапсырма беріледі. Яғни бірінші топ Алтай Асқары тобы не істейміз? Табиғаттағы суреттеудегі троптарды зерттейміз. Бағалау жүйесіне де қарап қойыңдар. Мәтіннен Алтай табиғатқа қатысты суреттеуді табасыңдар. Кейіптеу, теңеу, гипербола сияқты мысалдарды теріп жазамыз. Тәуелсіздік рухы. Яғни біз тарихпен нені зерттейміз дедік, жаңа кейіпкердің тағдыры. Бұл жерде Архат іздейміз. Оны кейіпкерді ашамыз. Және сол жерде қандай троп түрлері қолданылған екен. Бағалау түрлеріне қарап алыңдар. Өмір өткелдері тобы, яғни шығармадан астарлы мағынаны іздейміз, символдарды іздейміз. Сол жерде мысалы автобустың асудан өтуі, Архаттың жете алмай қалуы, соның бәрінің астарынан мағына іздейміз. Сол жерде қандай троп түрлері қолданылған екен. Кем дегенде 3 мысал теріп жазасыңдар. Балалар, топпен жұмыс жасаймыз, 5 минут уақыт беріледі. Қай топ дайын? Жақсы. Тәуелсіздік рухы, тарих және кейіпкер тағдырын зерттеушілер не дейді екен? Асқар Алтайдың прописка әңгімесіндегі троптардың 2 түрін таптым. Ол ең біріншісі метонимия, яғни декабристер желтоқсан оқиғасына қатысқандарды сол билік жақсы деп айтқан. Одан кейін желтоқсан ызғары ол метафора болады, яғни желтоқсан оқиғасының халыққа тигізген ауыртпашылығын сипаттаған. Одан кейін антитеза ол әділет пен заң, яғни мәтінде де сондай троп түрлері кездеседі. Иә, әділдік пен әділетсіздікті айтқың келіп тұр бұл жерде. Ал жаңа декабристер деген жерін тауып оқып бере аласың ба? Мәтін әңгіме ішінен. Өз басыңа ештеңе деп тұрғаным жоқ, әзірге күте тұр. Армиядан енді келсең, әлі пропискаға уақыт бар. Астананың іргесіндегі ауылымыз, декабристердің дүрбелеңі деп Қағатаев күмілжей берді. Жақсы. Тамаша, өте жақсы жауап берді. Келесі қай топтайын? Жақсы. Өмір өткелдері әңгімеден символ мен астарлы мағынаны іздеушілер не дейді екен? Кәне, кім не тапты? Символ ол прописка сөзі болады. Ол еркіндікті, яғни еркін қалада жүре аласың және еркін жұмысқа тұра аласың, соны білдіреді. Жақсы. Кәне, бірінші топтан маған жауап береді. Ерасыл. Мен прописка әңгімесінен кәрі
қыздай жол беті сиыр жалағандай қараңғылықтың хабаршысындай Бұлар немелер? хабаршысындай теңеулер. Теңеулер, жақсы. Бірқатар теңеулер тапқан екенсіз. Қазір бағалауды жасап жүрейік. Әркім өзін бағалап шықсын. Мәтіннен тапсақ 1 балл. Мысалды теріп жазсақ 2 балл. Балалар, біз біраз сергіп алайық. Біраз шаршаған шығармыз, Қазір маған мына топтан Аяулы шығады. Мына топтан Інжу, Айша. Кәне, үшеуміз келе қояйық. Аяулым, келе қой, айналдыр. Сұрақ келгісі. Яғни, сұрақ қоямыз. Кәне, кім сұрақ қояды? Ал жақсы, кім сұрақ қояды? Неге архатқа прописка бергісі келген жоқ? Ол желтоқсан оқиғасына қатысқаннан кейін ол ешқай жерге пропискаға отыра алмаған. Неліктен пропискаға отыра алмады? Желтоқсаншыларды анықтау үшін оны пропискасын тоқтатып тастаған. Жақсы. Уақытша тоқтатқаннан кейін ол пропискаға отыра алмады. Аяулым, отыра ғой. Сыйлық. Яғни, бүгінгі сабағына мен жақсы балл қойып беремін. Отыра ғой. Кітап оқу уақыт екен. Кітапқа түсіп тұр. Сабағымызды қорытындылайтын уақыт келді. Архат ертістен өте алмай қалған себебі мұз еріп кеткендіктен автобус кері қайтқан болатын. Енді сол Архатқа көмектесіп жүрейік. 3 топ қазір сұрақтарға жауап беріп арқылы көмектесеміз. Мына жерде өздерің көріп тұрсыңдар. Мұз қиыршықтары тұр. Енді осы мұз қиыршықтары орнына келетін болса, онда Архат өтіп кетеді. Басып көр. Дұрыс, Екінші топтан жауап береді. Әрсен, келе ғой. Екінші мұзды баса ғой. Сұрақ. Ызғар сөзі қандай ауыспалы мағынада метафора және идеяда қолданылып тұр? Мен ду деп ойлаймын. Басып көре ғой. Қате. Міне, дұрыс. Екінші көпірде талданды. Отыра қойыңдар. Келесі, 3-ші топтан кім шығады? Марика, келе ғой. Келіп, 3-ші мұз қиыршығын баса ғой. Қандай сұрақ қойылды? Декабристер деп атаған және бұл қай троп түріне жатады? О, тамаша. 3-ші көпірде талданған екен. Отыра ғой. Міне, Архат ертіс өткелінен өтіп кетті. Біз оған көмектестік. Бекіту кезеңі бойынша әркім өзімізді бағалай кетейік. Біз Архатқа білім көпірін салып бердік. Сабақтан алған әсерімізді сары ағашқа белгілейміз. Күн белгісін саламыз. Егер көмек керек қиындау десек, қар ұшқынын белгілейміз. Сонымен, бүгінгі сабақтан алған әсерімізді Архаттың мінген сары автобусына белгілеп бердік. Мен оны алып қараймын, кім қандай деңгейде сабақтан әсер алғанын соған қарап білетін боламын. Билет жатыр. Бұл билетті қазір сапар бағыты прописка көркемдік әлем деп тұр ғой. Осы жерде ат жөніміз жазамыз да, сыныбымыз жазып, өзің жаңағы құнды деп тапқан троп түрін білім сапарына алған билетпен. Жақсы балалар. Балалар, бүгін біз Архатпен бірге сапар шектік. Сендердің алған билеттерің әдебиет әлеміне деген алған билеттерің болып есептеледі. Яғни, болашақта әдебиет айдынында құлаштап, сермеп, жүзуге жазсын. Үйге тапсырма, менің түсінігімдегі еркіндік тақырыбында эссе жазамыз. Яғни, ол эсседе көркемдегіш құралдарды, троп түрлерін қолданамыз. Сабақ аяқталды балалар. Қатысқандарыңа көп рахмет.